Құтты болсын көрісу әр көктемде келетін, амандықта, саулықта қуанышын беретін. Көрсейік ағайын көктемдей боп құлпырып, асқар таудан бастайтын бұлайтай боп тұптынып. Жаратқаным жар болсын, бар жақсылық орналып, бар жақсымыз құтты боп, жүрек жырлап толғанып. Татулықтың, сыйластықтың белгісі 14 наурыз, амал немесе көрісу күні қазақ халқының ертеден келе жатқан салт дәстүрі. Бұл елдің ырыс ынтымағын арттыратын айрықша мейрам. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес, сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Өйткені көрісу салты бір күннің аясымен шектеліп қалмайды, жыл бойы жалғаса береді. Ай бойы үзілмей жылға ұласатын бұл мерекеде үлкен кіші ағайын сәлем берісіп, бір-біріне ренжіскен адамдар болса міндетті түрде кешірім сұрап, өкпе реніштерін ұмытып, амандық саулық сұрасып, көрісіп, өзара ұлыс оң, ақ мол болсын, амалдан амалға жете берейік деп құт береке тілеседі. Наурыздың 14-інде кездескен екі адам бір-біріне міндетті түрде қос қолын беріп амандасады. Қол ұсыну кезегі жасы кішінікі. Үлкендер ылғи да жастардың көрісуін дәметіп, күтіп отырады. Бұл кейінгілердің аға ұрпақты сыйлауы, құрметтеуі. Яғни бірінші жақ қолымда еш нәрсе жоқ, ақ адал доспын, сізге Алланың нұры жаусын десе, үлкені міне менде де ештеңе жоқ, саған да нұр жаусын, аман бол дегенді білдіреді. Көрісудің астарында жақсылық жамандық адамның қолымен жасалады. Қол таза болса, ниет түзу, пейіл ақ деген ұғым жатыр. Көрісу наурыздың бірінші күні басталады. Көрісуде ер адамдар мен әйел адамдардың арасында шектеу болмайды. Жалпы жасы кіші ер адам әке-шешеден бастап барлық ағайын туысымен көрісе береді. Көрісу алдымен әркімнің өз үйінде ата-анасынан басталып әрі қарай жалғасады. Алыстағы ағайынға арнайы барып көріседі. Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын, дастархан мол болсын, уайым жоқ болсын, ақ көп болсын, айрандай ұйыған елім аман болсын, жерім аман болсын. Құтты болсын көрісу әр көктемде келетін, амандықта, саулықта қуанышын беретін. Көрсейік ағайын көктемдей боп құлпырып, асқар таудан бастайтын бұлайтай боп тұптынып. Жаратқаным жар болсын, бар жақсылық орналып, бар жақсымыз құтты боп, жүрек жырлап толғанып. Татулықтың, сыйластықтың белгісі 14 наурыз, амал немесе көрісу күні қазақ халқының ертеден келе жатқан салт дәстүрі. Бұл елдің ырыс ынтымағын арттыратын айрықша мейрам. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес, сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Өйткені көрісу салты бір күннің аясымен шектеліп қалмайды, жыл бойы жалғаса береді. Ай бойы үзілмей жылға ұласатын бұл мерекеде үлкен кіші ағайын сәлем берісіп, бір-біріне ренжіскен адамдар болса міндетті түрде кешірім сұрап, өкпе реніштерін ұмытып, амандық саулық сұрасып, көрісіп, өзара ұлыс оң, ақ мол болсын, амалдан амалға жете берейік деп құт береке тілеседі. Наурыздың 14-інде кездескен екі адам бір-біріне міндетті түрде қос қолын беріп амандасады.
Қол ұсыну кезегі жасы кішінікі. Үлкендер ылғи да жастардың көрісуін дәметіп күтіп отырады. Бұл кейінгілердің аға ұрпақты сыйлауы, құрметтеуі. Яғни бірінші жақ қолымда еш нәрсе жоқ, ақ адал доспын, сізге Алланың нұры жаусын десе, үлкені міне менде де ештеңе жоқ, саған да нұр жаусын, аман бол дегенді білдіреді. Көрісудің астарында жақсылық жамандық адамның қолымен жасалады. Қол таза болса, ниет түзу, пейіл ақ деген ұғым жатыр. Көрісу Наурыздың бірінші күні басталады. Көрісуде ер адамдар мен әйел адамдардың арасында шектеу болмайды. Жалпы жасы кіші ер адам әке-шешеден бастап барлық ағайын туысымен көрісе береді. Көрісу алдымен әркімнің өз үйінде ата-анасынан басталып әрі қарай жалғасады. Алыстағы ағайынға арнайы барып көріседі. Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын. Дастархан мол болсын, уайым жоқ болсын, ақ көп болсын, айрандай ұйыған елім аман болсын, жерім аман болсын.